Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейін. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Дәулетшина Бағбанова Омбековна, Өлтірік Атханова атындағы нөмірі 36 гимназияның бастауыш сынып мұғалімі. Математика бағыты бойынша логикалық математика тақырыбында жазған бағдарлама мазмұнымен таныстырып және тәжірибе алмасу мақсатында алдағаныңызға шығып отырмын. Енді бағдарламаның негізгі мақсаты баланың тұлғалық қасиеттерін, ақыл ойын, сезімдерін, танымдық және шығармашылық қабілеттерін, ойлау әрекеттерін дамыту, оқушыларға математикалық білім, білік дағдыларын игерту, шығармашылық қабілеттерін арттыру, зейінін есте сақтай, байқағыштық, қиялдау, танымдық іс-әрекеттермен өздігінен білім алуға ізденуге бейімдеу. Міндеті оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер ету, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру, оқушының танымдық қабілетін дамытып, қызығушылығын арттыру. Енді бұл логикалық ойлау дегеніміз не? Логикалық ойлау бұл ойлану, салыстыру, қорытынды жасау. Неге, қалай деген сұрақтарға жауап іздеу. Логикалық математика арнайы курс бағдарламасында келесі тапсырма түрлері енгізілген. Геометриялық мазмұндағы және кеңістік ұғымын дамытуға арналған тапсырмалар, жиынмен байланысты амалдарды орындауға арналған тапсырмалар, математикалық басқартқыштар, логикалық қорытындылар, лабиринттер, көңілді жаттығулар, сөз жұмбақтар. Енді бұл бағдарламаны мен 4 бөлімге бөліп отырмын. Бірінші бөлімі математикалық ойындар. Оқушылармен білімін саралау мақсатында деңгейлік тапсырмалар орындату. Кел ойнайық, құпия сандар, салыстырудың құпиясы, күн жүйрік, математикалық тізбектер, есептер еліне саяхат, бөлімдік қорытындылау ретінде оқушылардан өзіндік жұмыс алынады. Енді бір мысалын ғана келтіріп тұрмын. Кім жылдам тез ойла бойынша осындай тапсырмалар орындатуға болады. Екінші бөлім бойынша сандар сыры. Сандар сыры математикалық ойыны, әріпті өрнектер еліне саяхат, кел ойна, ойлантап, жас математиктер турнирі, ондықтар еліне саяхат, бөлімдік қорытындылау ретінде өзіндік жұмыс алынады. Логикалық ойлау есептері тесттер арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін және математикалық пәніне деген қызығушылықты арттырады. Математикалық есептер құрастыру, шешімдерін табу, бір-бірін тексере алуға баулу, деңгейлік тапсырмалар орындау барысында білім деңгейлерін бақылау. Бұл жерде тігінен көлденеңнен де қайталанбайтындай етіп сандарды орналастыр деген сияқты осындай қызықты тапсырмалар көптеп алынған. Үшінші бөлімде есептер еліне саяхат деп аталады. Эстафеталық ойындар ойлау есептерімен қызығушылықтарын туғызып, ойната отырып есептерді шығарту. Есептер еліне саяхат, болды, өзгерді, қалды, есеп шығару, сурет бойынша есептер шығару, математикалық диктант, логикалық есептер, ойлантап, артық кем, қымбат арзан, логикалық есептер, бөлімді қорытындылау ретінде бақылау жұмысын жаздырамын. Мысалы, есепті шығар. Мына жерде 1-2 есептер мысал келтіре кетейін. Дүйсенбіден кейін 3 күннен кейін қай күн келеді? Логика. Баспалдақ 15 басқыштан тұрады. Баспалдақтың ортасында тұру үшін нешінші басқышты басу керек? Жауап бірге берілген. Бұл бағдарламаның соңында барлық сабақ бойынша қымыржы берілген. Келесі 4-ші бөлім бойынша сиқырлы геометрия. Геометрияның бастапқы негіздерін, геометриялық терминдерін, геометриялық фигуралардың қасиеттерін, геометриялық фигураларды тануды, периметр, аудан, көлемді табуды, геометриялық фигураларды құруды, геометриялық фигураларды белгілеу және оқуды үйренеді. Бұл жерде сіздер көріп отырғандай, мына геометриялық фигураларды пайдаланып үйді, моншақтың, шыршаның, қоянның, аққаланың суретін сал деген сияқты тапсырмалар көптеп кездеседі. Қорыта келгенде, бүгінгі күні математиканың қолданылмайтын жері жоқ. Сондықтан әр оқушыны
математикалық сауаттылықтың жоғары деңгейіне жеткізу міндеті тұр. Логикалық математика бағдарламасы арқылы оқушылардың тез ойлау, жылдам есептеу дағдылары қалыптасады. Бұған қоса математикалық, логикалық, танымдық мағлұматтарды меңгереді. Ақыл ойы, ойлау қабілеті жетіледі. Енді пәнді меңгеру бойынша бұл жерде 10-нан 100-ге дейін сандарды оқу және жаза білу керек, көбейту кестесін білу керек. Және де оқушы негізгі білу керегі кер есептерді құрастыруды, жүздіктер мен қосу мен азайтуды, екі таңбалы сандарды қосу азайтуды, өрнектерді пайдаланып есептерді құрастыру, геометриялық фигураларды ажыратуды, тік төртбұрыш, шаршы шамалар мен ұзындық бірліктерін меңгереді. Деген ойды тыңдағандарыңызға рахмет.